Терибордпеси калыпты жагдай жана ауыткулар, сонымен біз кішкентай жама туған сәбие туралы айтқанда, бір шаршы метрге түсініксіз нәрселердің саны шектен шығып кетеді. Жанне Белким ән жейкіздесетін мәселе бұл хрена тәрека баттары. Өйткені алғашқы 48-72 сағатта бізде әлдене пайда болады, және осының бәрімен не істеу керектігі түсініксіз болып қалады. Сондықтан осы видеода біз барлық негізгі сәттерді қарастырамыз. Сонымен кішкентай жана туған сәбеден беренше көретін емес, бұл жана туған баланың безеуі деп аталатын жағдай. Яғни, бұл біз әдетте безеу деп атайтын кішкентай бөртпелер, көбінесе баланың бетінде пайда болады. Әдетте, біреулерде мұрынның үстінде, біреулерде мұрын бетінде кездеседі. Мұның бәрі толықтай қалыпты жағдай. Біз бұған қол тигізбейміз, қыспаймыз, ешқандай мирамистин, фурацилин сияқты заттармен өңдемейміз. Біз тек қана күтеміз. Бұл бөртпелер өздігінен із-түссіз, шамамен 1,5-2-3, кейбір жағдайларда 4 апта ішінде жоғалады. Тағы да қайталаймын, бұл ешқандай қауіп тудырмайды. Екіншіден, жаңа туған балаларда жиі кездесетін жағдай бұл, әрине, жаңа туған нәрестелердің токсикалық эритемасы. Яғни, бұл жағдай әдетте өмірдің 2-3 күндерінде байқалады, және ешқандай емдеуді қажет етпейді. Біз тек бақылап, палатадағы температуралық және ылғалдылық режимін сақтаймыз. Яғни, температура 18-ден 22 градусқа дейін болуы керек. Сол сияқты ылғалдылықта 40-тан 60% дейін болуы керек. Осылайша біз тері қабаттарының жұқпалы ауруларына шалдығу қаупін барынша азайтамыз. Соңғысы, балаларда кездесетін жағдай бұл жаңа туған нәрестелердің сары ауруы. Көбінесе бұл физиологиялық құбылыс, және бәрі де із-түссіз өтеді. Яғни, біз баланы молынан тамақтандырамыз, және дәрігер тағайындаған жағдайда фототерапия қолданамыз. Бірақ сіз сұрайсыз, доктор Чинчак, онда не жаман? Жаман да болады. Жаман бұл баланың терісінде қандайда бір сулану, қасу пайда болғанда, және мен сипаттаған барлық бөртпелер өте ұзақ уақыт, 1-2-3-4 апта бойы кетпесе. Оған қоса, мұның бәрі қосымша катаральды белгілермен қатар жүреді. Баланың тамағы ауырады, мұрны бітеледі, жөтеледі немесе, құдай сақтасын, құлағы ауырады. Міне, осындай бөртпе қандайда бір жедел респираторлық, яғни вирустық ауру белгілерімен қатар жүрсе, бұл бізге дәрігерді шұғыл түрде үйге шақыру керек деген белгі.